Annyeonghaseyo 여러분, достар, сәлем. Бүгінгі сабақта біз бірінші деңгейге арналған топиктің сөздерін жаттаймыз. Яғни, к әрпінен басталатын зат есімдер, 40-қа жуық сөздер бар. Соларды бүгін сіздерге таныстырып өтемін. Міндетті түрде дәптерге менімен бірге қосылып, жазып отыруларыңызды сұраймын. Сол кезде нәтижесі көбірек болады және есте тезірек сақталады. Ең бірінші сөзіміз ол кагёк. Кагёк, кап дегеніміз, заттың құны, бағасы деген мағынаны білдіреді. Мысалы, мына заттың бағасы неше деген кезде кагёги 얼마예요 немесе капши 얼마예요 деп сұрайды. Сол себепті кагёк дегеніміз баға, цена, price. 가구, жиһаз, мебель, furniture. 가방, сөмке, сумка, bag. 가을, күз, осень, autumn. 가족, отбасы, жанұя, семья, family. 강, өзен, река, river. 거리, көше, улица, street. 걱정, 걱정 дегеніміз зат есімі, уайым, қайғы дегенді білдіреді. Егер одан етістік жасаларыңыз келсе, хадан қосасыздар. 걱정 хада, уайымдау бір нәрсені, алаңдау дегенді білдіреді. Ал 걱정 дегеніміз уайым, беспокойство, волнение. Ағылшын тілінде anxiousness. Келесі сөз 결혼식. Мына 결혼식 деген жердегі 결혼 дегеніміз үйлену, шик дегеніміз іс-шара, мерейтой. Яғни үйлену тойы іс-шарасы, мерейтойы. 결혼식, үйлену тойы. Свадебная церемония. Ағылшынша wedding ceremony. Келесі 경주. Жарыс дегенді білдіреді. Орысша соревнование, race. 경험. 경험 дегеніміз тәжірибе. опыт, experience. 계절, жыл, мезгілі. Орысша сезон, время года, season. 계획. 계획 дегеніміз жоспар. Егер етістік жасайтын болсаңыздар, 계획 хада, жоспар құру, план, plan. Келесі комин. Комин дегеніміз зат есім, қайғы, уайым, қиындық дегенді білдіреді. Егер етістік жасаларыңыз келсе, уайымдау болса, комин хада дегенді білдіреді. Страдание, ағылшынша
suffering. 고양이, мысық, кошка, cat. 고향, туған жер, отан, иә. Родина, homeland. Кот, орын, место, положение. Place. 공연. 공연 дегеніміз қойылым, қандай да бір спектакль, представление, performance. 공원, саябақ, парк, парк. Кончик, дәптер, тетрадь, ноутбук. Келесі сөз конан, әуежай, аэропорт, airport. Куаил, жемістерді куаил деп айтамыз. Короче, фрукты, fruits. Куада, печенье, cookies. Куаншим. Куаншим дегеніміз зат есімі қызығушылық білдіру болса, куансим хада болады. Интерес, внимание, attention. 교통 사고. 교통 дегеніміз жол, иә? Как жолы, саго дегеніміз апат. Жол апаты. Дорожно-транспортное происшествие. ДТП дейміз. Және ағылшынша traffic accident. Куду, аяқ киім, обувь, shoes. Куйп, сатып алу, иә, сатылым, сатып алу. Куйп хада дейміз. Етістік болады мұнда, зат есім. Покупка, purchase. Келесі кырим, сурет, картина, picture. 극장, театр немесе кинотеатрды 극장 деп айтамыз. Theater. 근처 дегеніміз жақын жерде, маңайында деген сөз. Окрестность, вблизи, near. Келесі сөз күлжа, әріп, таңба. Буква, знак. Letter and sign.
Кымнён. Нён дегенimiz жыл. Кым дегенimiz осы деген сөз. Кымнён осы жыл. Текущий год, этот год. This year. Present year. Or current year. Киган. Мерзім. Срок. Term. Кибун. Көңіл, күй. Настроение. Mood. Кимчи. Кимчи дегеніміз барлығымыз білетін Корей халқының тағамы кимчи. Камансик. Қара түс. Черный цвет. Black color. Кот. Гүл. Цветок. Flower. Және ең соңғы сөзіміз кот тип. Тип дегеніміз үйе. Қандай да бір ғимарат, үйді тип дейміз. Кот дегеніміз гүл. Кот тип қосылып гүл дүкені, цветочный магазин, flower shop болады. Басынан бастап барлық сөздерді қайталап шығамыз. Кагёк, кап, бағасы. Кагу, жиһаз. Кабаң, сөмке. Каыл, күз. Кажок, семья. Жанұя, отбасы. Каң, өзен. Кори, көше. Кокчоң, уайым. 결혼식, үйлену тойы. 경주, жарыс. 경험, тәжірибе. 계절, жыл мезгілі. 계획, жоспар. 고민, қиындық, уайым. 고양이, мысық. 고향, туған жер. кот, орын. 공연, қойылым. 공원, саябақ. 공책, дәптер. 공항, әуежай. 과일, жемістер. 과자, печенье. 관심, қызығушылық. 교통, 사고, жол апаты. 구두, аяқ киім. 구입, сатып алу. 그림, сурет. 극장, театр, кинотеатр. 근처, жақын жер, маңайында. 글자, әріп, таңба. 금년, осы жыл. 기간, мерзім. 기분, көңіл күй. 김치, 김치. 까만색, қара түс. 꽃, гүл. 꽃집, гүл дүкені. Назарларыңызға көп рахмет, достар. Міндетті түрде жазып, жаттауларыңызды сұраймын. Сіздерге пайдалы болады деп үміттенемін. Олай болса, тағы да видеоларды көріп отыру үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.